Саламатсыздар ма, менің YouTube көрермендерім? Арыстандар, сіздердің желеп жебеуші ғаламшарларыңыз астрологияда ең мықты ғаламшар күн болып табылады. Күн қазір мерген белгісінде. Міне. Енді не үшін мергенді айтып кеттіңіз демеңіздер. Себебі күн қай жерде болады, сіздер сол белгіге айналасыздар. Үнемі осылай. Әр айда сіздердің атмосфераларыңыз өзгеріп отырады. Қай белгіге күн барады, сіздер сол белгіге айналасыздар, естеріңізде болсын. Мерген белгісінде осы декабрь айының 20-сына дейін мерген белгісінде тұрады. Өте алыстарға көз тігу, армандар, амбиция, бір көп қыдырып, ел жер көргілеріңіз келеді. Ізденістер, оптимистік, өмірге деген құлшыныс, құштарлық, идеялар, шындық, әділдік, осындай сезімде боласыздар. Әрі адамдардың алдына көзайым болып шығу, жұлдыздай жану, оттай, себебі өздеріңіз от белгісіздер, осындай бір жігерлік, табандылық пайда болады, егеселенген энергия, егеселенген от. Әрі Марс, күш-жігер, қайрат, агрессия ғаламшары, соғыс ғаламшары сіздердің белгілеріңізде тұр. Өте күшті энергия сіздерде қазір. Осыны пайдаланып қалыңыздар. Себебі бұл да ұзаққа созылмайды ғой. Себебі ноябрь айына дейін осы Марсымыз су белгісінде тұрған болады. Өте ішке үңілген, ішімізде жоспарлар көп болып, бірақ сыртқы дүниеде қатты бір жылжулар болмады. Сыртқы дүниені өзгертетін күш энергия болмады. Ал оны өзгертетін кімдер? От белгілер. Сіздер. Ал енді ноябрьдің 7-сінен бастап нақты сіздерге өтті осы күш қайрат ғаламшары Марс. Енді сіздер оттай жану керексіздер. Басқа белгілер бастамаса да, сіздер міндетті түрде жаңа сіздерді бәрін бастай берулеріңізге болады. Тіптен ақпараттарды қабылдау миыңызға жауапты Меркурий қазір кері бұрылыста кезеңде жаңа істер бастауға болмайды, ал бірақ сіздерге болады. Себебі сіздерде Марс күш қайрат ғаламшарының өзі тұр. Оның үстіне от белгісіздер. Әлемді сіздер өзгертпегенде кім өзгертеді? Тек қана іште жоспар күйінде қап кетпеу керек. Әйтеуір сыртқа береріңізді беруіңіз керек. Не қолыңыздан келеді, көрсетуіңіз керек өзіңізді. Түпкілікті бақыт сезімі сонда болады сіздерде. Мына осы Марс ғаламшары қазір 7 декабрьде кері бұрылыста. Артыңызға қара, бұрынғы оқиғалар, бұрынғы жұмыс орындарыңыз, бұрынғы махаббаттарыңыз, сола адамдардың бір ситуациялар. Тіпті ноябрьдің 7-сінен басталып қойды. Бұрынғы сыныптас, бұрынғы группалас, бұрынғы махаббат, бұрынғы емделген жерлеріңіз, бұрынғы қаржы тапқан жерлеріңіз, бұрынғы саяхаттаған жерлеріңіз. Осы оқиғалар біртіндеп келе берді. Әлі де осы жалғасатын болады. Бүкіл декабрьдің соңына дейін. Және көліктер айдағанда, травма алудан абай болыңыздар. Адамдармен жаға жыртысып қалудан абай болыңыздар. Өздеріңіздің қатты бір эголарыңызды көрсетуден де. Себебі Марстың екі жағы бар. Табандылық, жігерлік де береді, және соғыс ғаламшарда болып табылады. Себебі бүкіл жер шарында да осындай оқиғалар бар. Тура сіздердің өмірлеріңізге ұқсас. Өмірді өзгерту. Қандай жолмен? Маңызды емес, ең маңызды өзгерту. Әрі иммунитеттеріңіздің түсуі. Қан айналымдар, себебі Марс қай белгіде, сол белгіде иммунитет төмен болады. Сіздер арыстан белгісіздер негізі. Сіздердің қарсы беттеріңіз сойғыш. Осы сойғыш белгісіне 19 ноябрьден бастап ең мықты трансформация ғаламшар Плутон келіп орналасты. 20 жылға. Сіздердің нақты бұл, егерде асценденттеріңіз мысалы, тура арыстанның өзінде болса, онда 7-ші салаларыңызды. Партнер, сіздің араласатын адамдарыңыз, сіздің сүйгеніңіз, сіздің жұмыс, коллектив, осы салалар, сіздің клиенттеріңіз, сіздің жауларыңыз. Ал енді тағы да бұл асценденттеріңізге байланысты. Ал егерде 6-шы салаларыңызда болса, онда денсаулық, күнделікті үйдің майда тірлігі, немесе ары-бері қимыл, және денсаулықтарыңызға көңіл бөлу. Осы салаларыңызда болады. Енді тағы да асценденттеріңізге тағы байланысты 8-ші салаларыңызда да болуы мүмкін. Осы 3 позицияда болуы. Себебі мұның барлығы
барлық арыстандар себебі бірдей емес. Мен фонды түрде айтамын ғой, жалпы, себебі астрологиялық карталарыңызды ашқанда туылған жаңағы облыс қалаларыңызға байланысты, жылдарыңызға байланысты әртүрлі салаларыңызға түседі. Сондықтан да барлық арыстанның жылы жорамалы бірдей болып келмейді. Ол әрине жеке прогноз. Осы ютубтың профилінде көрсетіліп қойған WhatsApp-қа заказ бересіздер. Өмірлік және 2025 жылы. Осылай видеоменен алатын боласыздар заказдарыңызды. Сіздердің 7-ші салаларыңызға Плутон өте мықты трансформация ғаламшары келіп орналасты. Енді өмірлеріңізде үлкен оқиғалар келетін болады. Сіздердің қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да. Өміріңіздің астан кестеңін шығару. Егер де сіз өзіңіз өміріңізге жоғарыдан қарап, немесе айнаға қарап, өзіңіздің көңіліңіз толмайтын салаларыңызды көзбен бәрін шолып, ішіңізге үңіліп, өзгертіп, қалдырып, кесіп, жойып, немесе ары қарай дамытып, осылай өздеріңізге бір жаңағы айтамыз ғой, ревизия жүргізулеріңіз керек. Себебі Плутон бұл кәдімгі хирургтар секілді кесіп тастайды. Наркозбен кеседі, жаңағы дәрімен ұйықтатып, наркозсыз кеседі. Сондықтан ауыр да болуы мүмкін, егерде өз өмірлеріңізге өздеріңіз бір анда-санда ревизия жүргізіп отырмасаңыздар. Бұрын ондай болмаған. Енді Плутон нағыз 7-ші салаларыңызға келді. Бұл міндетті түрде сіздің қасыңыздағы адамдармен. Сол жерде бір тазалық болады енді. Бір өзіңізге қарсылықтарды байқайтын боласыз, бір некелерден шығатын боласыз, бір қайтадан бір некеге тұрасыз, немесе жұмыс жасап жүрген адам болсаңыз, енді бір үйіңізде отыратын боласыз. Үйіңізде отырсаңыз, енді жұмысқа шығатын боласыз. Көп арыстандар енді некелерге отыратын болады әрі. Әсіресе жастар, үйленбей жүрген адамдар, үлкен адамдар, екінші жартыларыңыз табатын боласыздар. Кәсіп жұмыстарға тұрасыздар, оқитын боласыздар, әртүрлі бір мамандықтарыңызды өзгертесіздер. Бір кәсіпті жабасыздар, басқа бір кәсіптің түрлерімен айналысасыздар. Әйтеуір осы кезеңге дейін ұқсамайтын басқа бір оқиғалар келетін болады. Енді бұл айда көп жаңағы бір істерге қатты күштеріңізді салып болмай жатыр ма? Керек емес, сол жерінде қойып қойыңыздар. Байқадыңыздар, болмады ма? Қойыңыздар. Себебі жаңағыны айттым, Марс күш қайрат ғаламшар кері бұрылыста 15 декабрьден бастап қайтадан істеріңіздің барлығы жүретін болады. Ол кезеңге дейін тіпті бастарыңыз ауырып кеткендей де болады. Стресстік жағдайлар да болады. Үйіңізге бір сатып алулар, соңғы ремонттар, пойызға үлгеріп қалайық деген адам секілді. Немесе жаңа үйлеріңізге бір пеш орнату, немесе жұмыс орныңыздағы бір ремонттар, бір құжаттар тапсыру, бір жаңағы есеп қисаптар, отчеттар, денсаулығыңызға ары жүгіру, бері жүгіру, әйтеуір осындай бір оқиғалар келеді. 12 мен 13 аралықта махаббат қарым-қатынаста, туыстарыңызбен қарым-қатынаста, бір коллективтерден шығып кетуде, немесе бір достарыңызбен алыстауда, қыз-жігіт арасында абай болыңыздар. Осы кезеңде бір күнге созылатын аспекті бұл, соның өзінде талай істі тындырып тастау мүмкін. Жағымсыздау аспекті ер мен әйел ғаламшарының қарсылығы бар. Жұмыс коллективте болуы мүмкін, бір ер азаматтармен, әйел адамдардың, немесе бір сұлулықпен айналысатын мамандықтағы, соларға байланысты бір дұрыс шықпауы мүмкін, бір киімдер, немесе жаңағы бір бет әлпеттегі шаш үлгілер, әрі көлік жүргізгенде абай болыңыздар. Енді айдың ортасында бір көпшілікке қарай ұмтылатын боласыздар, жұлдыздай жанатын боласыздар. 18 мен 20-сында нақты осы күндері Юпитер сәттілік ғаламшарының бір сыйлықтары да бар. Керемет эмоция, көңілдеріңіз көтеріледі. Бір ойын сауықтарға барасыз, бір жаңа бір болады жаңа фестивальдерге барасыз, концерттерге барасыз, музейлерге баруыңыз мүмкін, немесе шетелдерге қыдырасыз, үйіңізге немесе қонақтар келіп, үлкен бір жаңалықтар болу, бір некеге отырасыз, бір балалы болатыныңызда, немерелі болатыныңызда, әйтеуір бір осындай жағымды бір эмоциялар. Немесе сізге бір сыйлықтар сыйланады, немесе бір сіз өзгелерге сыйлық сыйлап бір марқаясыз, шын жүректен. Осындай да бір оқиғалар келеді. Керемет, осы декабрь айындағы ең күшті кезең осы 18 менен 20 аралығында. Әрі 21-інде мынау
енді бір қыстың нағыз өзінің қараңғылықтың ең шегі бір жаңа қырдың басына шығып осы кезеңге дейін не бітірдім деп бір қорытындылар жүргізетін кезіңіз болады. Және өте көңіліңіздің көтеріңкі кезі болады. Ол 21-не. Тау ешкі белгісінің 1 градусына күн өткенде. Себебі күн, тағы айтам, сіздердің желеп-жебеуші қаламшаларыңыз. Күн қай жерде, сонымен кез келген аспекті сіздердің өмірлеріңізге әсер ететін болады. Әрі бір көп қажылар үшін, көп адамдармен араласу, өзіңізді жұлдыздай жарқырату, керемет осындай кезеңдеріңіз пайдаланып қалыңыздар. Енді айдың соңы 24-інде бір қарай аспектісі бар. Өзге адамдармен қарым-қатынаста, бір чаттарда, немесе бір сөйлеп отырғанда, немесе бір қарым-қатынастарда, бір әзілге, қара әзіл деп айтсақ болады. Біреу адамдар сізге бір күмәнмен қарауы мүмкін, не бір кекетіп қарағандай болуы мүмкін, немесе әзілге айналдырып, әйтеуір осындай да бір кезеңдер болады. Бір манипуляциялар болуы, бір махаббатта, өзгелермен қарым-қатынаста, немесе бір жаңа жылға дайындықта, мұны артын бір ұрысқа айналдырып жібермеңіздер. Немесе сіз өзгелердің бір көңілін қалдырып қойыңыз мүмкін, оны тіпті ішінде сақтап кек қып сақтап қалуы мүмкін, немесе сіз әйтеуір осындайды бір қарай аспектісі, түпкі бір санамыздағы осындай аспекті адамдармен қарым-қатынас кезеңінде болады. Бір ренжітіп алуларды абайлаңыздар. 26, 27, 28-і тағы да ең бір стрессті жағдай келеді. Бір ақша, бір ары-бері жаңа жылға дайындық, үйіңізге бір қатты үлкен ремонттар, әйтеуір бір шаршап кеткендей боласыз. Осы күндерден кейін 28-нен кейін деп бір демалатын боласыздар. Жүректеріңіздің ұрысы кәдімгі күнделікті қалыпқа түседі, бастарыңыздан буының бәрі кетіп, өте бір жүректеріңіз орнына түскен, сондай қалыпқа, мамыражай қалыпқа түсесіздер. Енді 31 декабрь жаңа ай толады, тағы да. Бұл айда 2 мәрте жаңа ай толады. Тау ешкі белгісінде жаңа ай толады. Осы кезеңде нағыз тілектер тілесеңіздер болады. Жаңа жылға, себебі тура 31 декабрьде болады. Және оны қағаз түрінде де, және бір ғана тілек болу керек. Басқа күндер осы айтпайтын едім. Бірақ бұл айда 2 мәрте жаңа ай толады. Бұл кәдімгі табиғаттың әсер ететін, бүкіл жер бетіндегі тіршілікке әсері бар. Жаңа ай толу деген. Бұл жай бос сөз емес. 31 декабрьде жаңадан ай толады. Бүкіл жаңа жылға деп айтсам да болады. Жаңа циклдың басталуы. Онысында ең жинақы, менің осы өмірде қандай жоспарым бар, және оның маған не пайдасы бар дейді. Тау ешкі белгісінде. Жай ана бір армандар емес. Сондықтан нақты бір жоспарыңызды өзіңіз үшін ең маңызды, соны қағаз жүзінде жазып арманыңызды. 31-не дейінгі аралықта, сонда 31-не бір күн бойы сол қағазыңыз тұрса болады. Тіпті келесі жылға дейін. Себебі келесі жылдың соңында барып, сол тілегіңіз орындалды ма қарасаңыз болады. Өте мықты желтоқсан айы болсын сіздер үшін. Көп ситуациялар, көп жағымды жаңалықтар келсін, махаббаттар келсін, табыстар келсін. Жаңа жылды өте жақсы көңілмен қарсы алыңыздар.